Сәлеметсіздер ме оқушылар? Видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Достарыңыз да өздеріңіз де осы тақырыпты түсініп алуға тырысыңыздар. Сәлем оқушылар, 8-ші сынып физика Закирова кітабынан 136-ші беттегі 15-ші жаттығудың сынып тапсырмасы және де үй жұмысын орындайтын боламыз. Кеттік. Бізде бірінші есеп 0,5 джоуль жұмыс жасалғанда шексіздіктен 5 көбейту 10-ның -7 дәрежесі кулон заряд тасымалданған электр өрісінің нүктесінің потенциалын анықтаңдар дейді. Жалпы бізде жұмыстың формуласы ол заряд пен потенциалдың көбейтіндісі. Потенциал бұл жерде кернеу болады. Сонда бізге кернеу тап деп тұр, ол жұмыстың зарядқа қатынасы болады. Формуланы қорытсаңдар, біздегі жұмысымыз 0,5, оны бөлемін 5 көбейту 10-ның -7-ге. Енді 0,5-ті 5-ке бөлетін болсаңдар, 0,1 көбейту 10-ның 7 дәрежесі болады. Мен бұны 10-ның 5 дәрежесі вольт деп жазуыма болады. Келесі есеп бізде өрістің А нүктесіндегі потенциалы 50 вольт, В нүктесіндегі потенциалы 80 вольт. 3 микрокулон зарядты А нүктесінен В нүктесіне ауыстыру үшін қандай жұмыс жасау керек дейді. Бізде жұмыстың формуласын жаңа айттық, Q мен U-дың көбейтіндісі. U дегеніміз кернеу. Біз кернеуді потенциал айырымы деп жазуымызға болады. Яғни А нүктесіндегі потенциалдан В нүктесіндегі потенциалды азайтқанға тең болады кернеулен. Енді біздегі зарядтың шамасы 3 көбейту 10-ның -6. Анан бұны азайтамыз. 50-ден 80-ді азайтатын болсаңдар, -30 болады. -30-ды көбейтесіңдер 3-ке, -90 көбейту 10-ның -6 дәрежесі джоуль, немесе мен бұны -90 микроджоуль деп жазуыма болады. Кеттік келесі. Орамдарының арақашықтығы 0,5 мм, ауданы 0,6 метр квадрат жазық ауа конденсаторының сыйымдылығын анықтаңдар дейді. Бізде ауаның электрик өтімділігі 1-ге тең ғой. Бізде сыйымдылығымыз С тең болады Е көбейту Е0 С бөлінген Д. Енді есептейміз. Біздегі Еміз 1-ге тең болады, эпсилон біздегі Еміз 1-ге тең болады. Е0 деп отқандарың тұрақты 8-де 85 10-ның -12, оны көбейтем С аудан 0,6-ға, оны бөлемін 0,5 көбейту 10-ның -3-ге. Енді осыны есептейміз. 1-де 1062 көбейтілген 10-ның -9 дәрежесі фарад болады, немесе 1,1062 нано фарад деп жазуымызға болады. Кеттік келесі. Бізде артық теріс зарядтары бар бұлттың астындағы жер бетінде шамасы және таңбасы қандай заряд индукцияланды. Артық теріс зарядтары бар бұлттың астындағы жер бетіндегі шамасы және таңбасы қарама-қарсы электр зарядтарын индукциялайды. Осын жазып қойасыңдар. Кеттік бізде келесі. 20 нанокулон заряд потенциалы 100 вольт нүктеден потенциалы 400 вольт нүктеге орын ауыстырған кезде өріс қандай жұмыс атқарады дейді. Жалпы бізде жаңа айттық, жұмыстың формуласы ол Q көбейтілген U дедік қой. Зарядтың кернеуге көбейтіндісі. Бұл жердегі кернеу бізде потенциалдардың айырым болады. Фи1 азайтылған Фи2. Енді қараңыздар, біздегі зарядтың шамасы 20 көбейту 10-ның -9, Фи1 азайту Фи2. Енді қараңыздар, 100-ден 400 азайтатын болсаңдар, -300 болады. -300-ді 20-ға көбейтеміз, -6000 көбейту 10-ның -9 дәрежесі джоуль, немесе біз бұны -6 микроджоуль деп жазуымызға болады. Бізде соңғы есеп. Орамдарының арасындағы потенциалдар айырымы 110 вольт, сыйымдылығы 2 микрофарад конденсаторға қандай заряд берілген. Бізде потенциалдарының айырымы деген сөз ол бізде кернеуге тең болады. Кернеу 110 вольт. Енді бізде жалпы сыйымдылықтың формуласы ол зарядтың кернеуге қатынасы. Осы жерден зарядты табатын болсаңдар, ол S көбейтілген U болады. Біздегі S деп отқандарың 2 көбейту 10-ның отқандарың 110. 2-ні 110-ға көбейтсеңдер, 220 көбейту 10-ның -6 дәрежесі кулон, немесе 220 микрокулон деп жазуымызға болады. Осымен видео сабағы аяқталды. Видео сабағы ұнаса, достарыңа тарат,